Сәлеметсіздер ме балалар, сіздермен келесі сабағымыз мынау итерация әдісі туралы болмақ. Біз итерация әдісінде кесіндіні қақ бөлу, сосын қарапайым итерация әдісін өткен болатынбыз. Соған байланысты мына бір есепті шығарып көрейік енді. Сіздерге де түсінікті болады, ертең емтихан. Енді есеп ағылшынша тұр, қазақшаға аударып үлгермедім, бірақ енді түгелін түсінесіздер ғой. You are given this функция берілген, the equation, мынаның туысы 0 болатын. f от x тең 0, яғни 2x куб минус 3x минус 5 тең 0 деген теңдеудің түбірі альфа дейді. Осы альфа 1 мен 2-ның ортасында, яғни альфа бізде түбір. Енді бізде негізгі теорема бар, егер түбіріміз 1 мен 2-ның ортасында жататын болса, яғни альфамыз 1 мен 2 деген екеуінің ортасында тиісті болса, онда теорема бар. Яғни 1 мен 2-ның арасында түбір болу үшін, 1 мен 2-ның мәні функцияның әртүрлі болу керек. Тауып көрейік, f от 1 тең 1-ді қоямыз, 2 көбейтілген 1-дің кубы минус 3 көбейту 1 минус 5 есептейік. 2 алу 3 алу 5 минус 8 минус 6 болды. Енді f от 2-ні қарайық. Тең, ол 2 көбейтілген 2-ның кубы минус 3 жерде 6 минус 5 салам. 2-ның кубы 8, 8 жерде 16 минус 11. Ол 5 бұттыр. Яғни мына қараңыз, теріс сан, мына оң сан. Яғни бүйтіп жазасыздар. f от 1 көбейтілген f от 2. Екеуінің таңбасы екі түрлі болу керек. Балалар, мына жерде біреу теріс, біреу соң. Қайсысы теріс, қайсысы соң, ол маңызды емес. Главный таңбасы екі түрлі. Екеуінің көбейтіндісі біреу теріс сан, біреу оң сан болғаннан кейін көбейтіндісі теріс. Яғни альфа тиісті 1 мен 2-ның ортасында деп ертең осылай айтып кетесіз. Бізде теорема бар. Егер а деген сан, жаңағы бір x деген сан дейікші, бір а мен б интервалының арасындағы түбір болатын болса, онда f от а көбейтілген f от б теріс сан болып кетеді. Не? Шоу дейді. Біз мына біреуді 1 мен 2-ның арасында жататын түбір бар екенін көрсеттік. Енді мынадан біз мына жерде балалар түбірдің бар екенін көрсеттік. Мына жерде енді can be arranged, мынаны түрлендіруге болатынын көрсетті деймін, оп-оңай ол. Мына жерде 2x куб минус 3x минус 5 тең 0. Яғни мына есептің өзіне қарап үшінші түбірді 0 мен 0-ді мына жаққа жіберейік. Минус 3x тең минус 2x куб плюс 5. Одан минус 3-ке бөлейік. x тең минус 2x куб. Мына жерде болмай кетті. Бізде дұрыс. Мен наоборот істеп кеттім. Мына 2x кубты қалдырамыз, қазір түбірі мыналарды жібереміз бұл жаққа. 2x куб тең 3x плюс 5. Енді 2-ке бөлем. x куб тең 3x плюс 5 бөлінген 2. Одан кейін бар осылай жеке-жекене 3-ші дәреже түбір астында 3x плюс 5. Біз енді қарапайым итерация әдісінде осындай теңдеулерден бір x-ті алып алу керек қой. Біз x-ті былай аламыз, және мен бастап кеткен аламын. Бірақ бізде x жинақталатын болу керек. Енді ол туындының бірден кіші болатынын көрсету керек. Бірақ бастысы мына есепте бізде мына бірді ал деп тұр. Біз соны істедік. Мына жерден бір балл алдық. Енді x1 тең 1 деп алып, түбірді 2 десимал 10-дық бөлшекке есептеңдер дейді. Енді мына x1 деп аламыз. x2 деп аламыз. x1 берілген ғой. x2 тең 3-ші түбір астында 3 көбейтілген 1, бірінші бөлінген, плюс 5 бөлінген 2. Енді ол 3-ші түбір астында 8 бөлінген 2, яғни 4. 4-тің 3-ші дәреже түбірі калькулятормен есептейік. Ертең сендерде калькулятор рұқсат етіледі. Соған байланысты болады. 4-тің 3-тен 1 дәрежесі. 4-тің 3-тен 1 дәрежесі. 4-тің 3-тен 1 дәрежесі. 1,58 болып тұр пока. 1,58, 1,58 дейік. x2-ні таптым. x3-ті табу үшін дәл солай 3-ші түбір астында 3 көбейтілген 1,58 плюс 5 бөлінген 2. Көрдіңіз бе? Бірінші итерацияның бірінші қадамы, мынау екінші қадамы кетті уже. Екінші қадам. Мына жерде істепсек, осыны қазір 3-ке көбейтемін. Так, тең плюс 5 тең бөлінген 2 тең
И осы 4,81-ден 3-тен 1 дәрежеде бір аламын. Теңдік 1,69 шықты. Пока міне, поканы 1,58, 1,69, пока тең емес. X 4-ші әділетті бір аламын. Тең, 3-ші әділетті бір. 3 көбейтілген 1,66 плюс 5 бөлінген 2. Мына балаларынан түгел жинақтала беру керек, қарап отырсаңдар. Так, көбейту 3 деймін. Тең, плюс 5 бөлу 2 тең. И осының 3-тен 1 дәрежесі 1,3 тең деймін. 1,71. 1,71. Міне жақындап келе жатыр. 58 болған, 69 болды, 71 болды. Енді x5 тағы да тауып жүрек. Бір рет есептеп жүрек. 3 көбейтілген плюс 5 тең бөлу 2 тең. Осының 1,3. Енді калькуляторды сендер менен тез қолданасыздар. Міне мынаны есептеген кезде балалар 3 көбейтілген 1,71 плюс 5 бөлінген 2 деп есептеп едім балалар. Дәл сондай мына жерде менде 1,71 8 шықты. Енді мына жерде қараңыздар, жүздікке дейін бізге міне десимал плюс деп тұр ғой, 2 десимал. Жүздікке дейін 1 деп болып тұр, яғни 1,71, бұл жерде де 1,71. Яғни ары қарай мынау жақынырақ түбірі, яғни ең соңғы түбірі менің ойымша бұл 1,71 деп жазуға болады, бірақ 8 жақын болғаннан 1,72 деп жоқтауға болады. Не осымен түбірді бітірдік. Осылай балалар, бұл қарапайым итерация әдісіне арналған біздің сабағымыз.